Сауысқанның сақтығы ғана емес, сөлі де ерекше. Сауысқанды танымайтын адам жоқ. Я, құстың өзі елді мекеннен шықпайды. Басқа құстарға қосылмайды. Өздері бірлесіп жүреді. Атам қазақ ежелден бұл құстың да жайын білген. Бір қарағанға сұмпайы, өтірікші, ұры, жымпыңдаған құс екендігі көрінеді. Көрген ел оны жақтырмайды. Ол рас. Кейбір ақындар олар туралы былай деген: талай жерді тауысқан, талай жерге ауысқан, ала қанат сауысқан, хат жолдайды алыстан. Дегені талай нәрсені мегзеп тұрған сияқты. Бір қызығы сауысқан жылтыраққа өте құмар. Алтын, күміс, бағалы тастарды көрсе, ұясына жинай береді. Бір қызығы оны жұтып қойса, асқазан оны ұсақтап, майдалап тастайды. Ата-бабаларымыз осы жайтты біліп, меңгеріп, сауысқан сорпасын емге пайдаланған. Қалай дейсіз ғой? Онда тыңдаңыз. Көне көз қарияларымыздың айтуынша, сауысқан құсы өлместің шөбін жеген деген сөз қалған. Оның себебі неде екен дегенде, сауысқанның өті қандайда бір тас, темір болсын, үгітіп құмға айналдырып жібереді екен. Кезінде қазақтарда өтте тас пайда болғанда, бауырға құм толғанда, ем-дом жасау үшін сауысқанды көзінен атып алады екен. Себебі сауысқан жараланса, өз өтін өзі жарып жібереді екен. Сауысқанның жарылған өті емге жарамай қалады. Сондықтан тек мерген аңшы ғана сауысқанның көзінен дәл атып әкеледі. Енді емге қажетті сауысқанның сорпасын қалай дайындаймыз? Алдымен 5 литрлік қазанға өті жарылмаған сауысқанның жүнінен тазартып қайнатады. Әбден қайнаған қазанның суы тартылып, 1 литрден төмен сорпа қалғанша қайнатып, сол сорпаны ішсе, күштілігі сондай өттегі тасты үгітіп, бауырдағы құмды, ішектегі асқазандағы зиянды заттардың бәрін шайып тазалап өтеді екен. Міне, сауысқан өлместің шөбін жеген деген сөз осыдан қалған. Ата-бабаларымыз дала дәрігерлерінің емін жақсы біліп, ем-шипаны ешбір кесусіз жасаған. Ем іздегендерге ем-шипа болсын. Дана халқымыздың оқымай-ақ көпті білгенінің дәлелі бұл бір ғана емес. YouTube тәрізді әлемдік желіде ата-бабаларымыздың көрегендігі кеңінен насихатталып, кең таралсын десеңіз, каналыма тіркеліп, көпшілікке таралуына себепкер болыңыз. Ең болмағанда бір адамның емінің шипасына себепкер сіз боларсыз бәлкім.